Армысыздар арқа жұрты арна көрермендері. Сәрсенбінің сәтінде сіздермен бірге Сәлем Қарағанды бағдарламасы бір сағат бойы тікелей эфирдеміз. Енді Қарағандыда 40 ақын бар дейміз. Олай болса, өлең сүйер қауым үшін Ақжолтай жаңалығымыз бар, қадірменді оқырман. Ақын Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі ұстаз Сұлтан Дәулетханұлының 45 атты жаңа жыр кітабы жарыққа шықты. Құтты болсын айтамыз, оқырманның қолында тосын дейміз. Бүгін студиямыздың алғашқы қонағы сол жаңа кітаптың авторы ақын Сұлтан Дәулетханұлы, және де жалғыз келген жоқ. Ақынның досы, кітаптың редакторы Жанболат Баймұрынов мырзамен. Қайырлы таң, қош келдіңіздер азаматтар. Ассалаумағалейкум. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы бәрі. Жақсы. Енді 45 әңгіменің әлқиссасын осы бір кітаптың атауынан бастасақ. Бұл кітаптың негізгі алғы сөзіне дейін осы 2 жыл бұрын жазылып қойған. Қазақтың көрнекті ақыны ағамыз, Алаштың ардагерің ақын атанған Ғалым Жайлыбай ағамыз осы кітапқа алғы сөзін жазып ақ батасын берген болатын. Ал енді атауын қоюға келгенде біраз ойландық. Өлеңнің ішіндегі аттардан ат таңдап, соны келе-келе осы ең соңғы бір сөзді менің досым Жанболат айтып, несіне басыңды қатырасың, осы 45 деген атты қоя салшы деп. Сон ар жағынан тереңдетіп сұрасақ, бұл 45 деген атау жай атау емес, жай бір сан емес. Бұл кісінің айтуы бойынша маған жаңағы біздің ұстазымыз профессор Мұхаммедқали Ілиясұлы Әбдуов деген ағамыздың Абай және Әбжат деген ғылыми кітабы бар екен, диссертациялық. Соны оқуға кеңес берді. Сонан оқып отырып, сол сөздің мағынасына біз шынайы көңіл бөліп, осы атауға тоқтадық. Мұнда Мұхаммедқали ағамыздың жаңа кітабындағы келтіретін нақты бір терең байлам. Адамды сүй, өйткені адам ең биік, ең соңғы саналы жаратылыс, ақылдың иесі. Сандық мәні 45 деген екен. Соған сәйкес осы өлеңнің де жаңағы 45 деген өзінің туу тарихы болды. Абайдың 45 қара сөзімен үндеседі дейсіз ғой. Сол Абайдың туған күнде осы өлеңде туды. Сол Абайдың менің ең алғашқы өлеңімде осы Қарағандыдағы ақындардың ортасына қосылуым қаралы бір күн деп аталған өлең. Сол Абайды іздеп қаладағы бір оқиғаны баян еткен болатынмын. Сол бір бәрі байланып жатқан дүние болып тұр ғой. Бірақ ол кезде сол өлеңнің осы жаңа кітаптың атауын алады деп ойлаған жоқсыз ғой енді. Жоқ, ондай ой бола қойған жоқ. Бәрекелден Жанболат мырза, өзіңіздің осы бір досыңыздың шашбауын көтеріп, шығармашылығына қолдау танытып, осы кітаптың шығуына өзіңізді бір азаматтық үлесіңізді қосқан екенсіз, редактор, корректор болған екенсіз. Енді Сұлтан ағамыздың осы кітаптың ішіндегі кейінгі жазылған өлеңі бар, бұрынғы жазылған өлеңі бар, барлығын сүзгіден өткізіп, көңіл төріне шығардыңыз. Енді сол жайлы айта кетсеңіз. Енді уақыт өткен сайын адам толады ғой, кемелденеді. Содан кейін ақын болғаннан кейін оның өлеңдері де уақытпен бірге кемелденіп, көркейіп отырады. Бұл мазмұндық жағынан да, формалық жағынан да ол әрине Сұлтекеңнің өлеңдерінен анық байқалады. Бұл және Сұлтекеңнің бірінші кітабы емес, екінші кітабы жарыққа шығып тұрған. Салыстырмалы түрде алған кезде ол даму деген болу керек. Ол заңдылық, ол дамудың болуы. Сондықтан бұл жерде әлбетте даму бар, өлеңдердің мазмұндық жағынан, формалық жағынан көркемденуі, оның барлығы ауыз толтырып айтарлықтай әлбетте бар, міндетті түрде болады ол. Енді кейінгі жазылған өлеңдері? Кейінгі жазылған өлеңдер енді осы 45 деген өлеңі бар. Бұл кісі өзі кейінгі дегенде жыл 12 ай өлең жазумен айналысады ғой. Содан кейін өлеңдерін өзі шын мәнінде алғаш оқырманның біреуімін. Сосын тыныс белгі жағынан, біздікі енді орфографиялық пунктуациялық жағынан қараймыз. Бұл кісі өзі қатені жібере де қоймайды. Бірақ енді дегенмен маман деп бергеннен кейін соларын қарап отырамыз. Мен де өзім өлеңнің сынысшысы емеспін, өлең талдайтын әдебиетші емеспін.
бірақ дегенмен әйтеуір филологиялық мамандығымыз болғаннан кейін бір сын көзбен қарап отырамыз іштен. Кейбір жерін айтып қоямыз, бұлай болғаны қалай екен деп. Бірақ бәрібір автор өзі болғаннан кейін бұл кісі өзі шешеді ғой. Дұрыс айтасыз. Үлкен еңбек, әрине. Рахмет. Тамаша. Енді Сұлтан мырза, мына мұқабасына қарап отырмыз. Өзіңіздің бір әдемі портретіңіз қолдан салынған екен. Бұның да авторын айта кетсеңіз артық етпейтін шығар. Иә, бұл кітаптың да сыртына көп назар аудару керек қой негізінде. Ал бұл сурет біздің осы ақындардың бір кездесуінде тосыннан түсірілген сурет еді. Соны біздің талантты суретші бауырымыз Ерсін Манарбекұлына берген едім. Осы кітаптың сыртына осыны қойсам деп салып бере аласың ба деп. Соны өзі арнайы салып берді ғой. Дамытып дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Енді осы кітаптың тұсауы бүгін кешкі сағат 5-те Жаңа Майқұдық мәдениет үйінде өзіңіздің Сағынышым төрге шықшы келші өлең атты шығармашылық кешіңізде тұсауы кесілмек екен. Енді жалпы сол шығармашылық кешіңізге дайындық барысы қалай, жаңағы көрермендерді қандай жаңалықтар қарсы алады? Кештің дайындығы барысында біз халыққа өнер сүйер ағайынға жаңа бір әндердің тұсауын кескіземіз кеш барысында. Және де мынау өзіміздің ардақ тұтқан ағамыз Қайрат Асқаров ағамыздың өмірінің соңында жазылған ғажап бір өлеңі бар екен. Соны Дәуренбек Кәркенов ағамыздың әнімен ол ғажап туынды болды. Осы сахнада тұсау кесіледі. Одан кейін Саян бауырымыздың орындауында тағы да бір Құс қанатындағы сағыныш деген өлеңімен жазылған Дәуренбек ағамыздың әні халықтың алдында тұсау кесіледі. Сосын тағы да әндер шырқалады менің өлеңіме жазылған. Мен қазір анау Мирас балалар өнер мектебінде қызмет етіп жүрмін ғой. Сол балаларға да біраз туындыларды өздерінің өміріне өнеге түсін деп жазған едік. Сол балалар өздері келіп сол сахнада ән шырқайды. Бәрекелді. Олай болса, жаңа кітабыңыздан жыр оқып жүрсеңіз, қонақ кәде сұрасақ деп отырмыз. Жақсы. Мынау кештің тақырыбына арқау болған Келші өлең деген бір өлеңім бар еді. Соны оқып берейін. Өмірім бар, Құдай өзі өлшеген, жырлап өтем, соны қуат берседем. Адамзатқа ардың жолын нұсқаған, абай рухқа қарыздармын белшеден. Жақсы болып көрінетін кеңседен, шенділермен дастархандас көршімен. Ақындықтың қайдан білсін қадірін, болып кетсе көкірегі көршемен. Ұлт қайғысы басқан шақта еңседен, ұзақ түнге көзімді ілмей теңселем. Ертеңіміз көрінгенмен бұлыңғыр ел сенбейтін армандарға мен сенем. Жар болсыем, теңдесі жоқ ең шебер, жоғын іздеп қазағымның жол шегем. Сырласайын, дамылдайын бір сәтке, сағынышым төрге шықшы келші өлең. Беу шіркін. Енді кейінгі жазылған өлеңдеріңізден? Енді осы кітаптың жаңағы ертең біз бұл 45 деген санды жай қоя салсақ, елдің де бір сұрағы туады ғой. Неге олай аталды деген сол ойда жүргендіктен мен Қарқаралыға бір жол сапармен барғанда тура Абайдың туған күні болып жатқан, ұлы Хакимнің данышпанның 180 жылдық тойланып жатқан. Сол күні маған да сол өлең ішімден толғап жүрген өлең туды. Сол өлеңді оқып берейік. Жаңа эфир жапына алған сөзіміз бар еді ғой. 45. Адамды сүй, өйткені адам ең биік, ең соңғы саналы жаратылыс, ақылдың иесі. Сандық мәні 45. Профессор Мұхаммедқали Әбдуовтың Абай және Әбжат кітабынан. Өмірің әркез жайнасын деп жүрер ақын қайратым. Бақиға кетті бұрып көш көргенде таңын 45. Сәттібай доссыз күн кешіп, рухымен келем тілдесіп.
Жолықпан ондай жігіткеш, жасасам денді 45. Жүректі демеп көктем жыр, жарылқау көрдім көктен дүр. Сирепті достар үміттес, қиырын шолсам 45. Болмысым туа бетеге, арбалмай аға көкөге. Қулармен болмай іліктес, сағанда жеттім 45. Ермедім дүние соңына, өлеңім қалар соңыра. Ғажабын сезіп тұнық кеш, жырладым сені 45. Қанағат қылып барымды, алын үшін сақтап арымды. Кірлетпей жанды былық кеш, байрағын алдым 45. Беушіркін. Тамаша, енді Сұлтан мырза, экранға назар аударып алсақ, бізге видео лебіз келген еді. Экранға назар аударайық. Сұлтанның алғашқы кітабы 2019 жылы Ата жұртқа тағзым деген алғашқы кітабы жарық көрді. Сұлтан өзінің қуанышымен бөлісіп, кітабын алып кеп, мектептегі оқушылармен кездесу жасады. Әрине Сұлтанның ақындығын, өлең жазудағы ерекшелігін айтып, өзінен кейінгі мектебіміздегі жас ақындарға өнеге тұтты. Сұлтанның осы Ата жұртқа тағзым кітабының тағы да оқи отырғанда адам ерекше бір сезімге ие болады. Өйткені бұл кітаптағы әрбір өлеңде ақынның аса мынау туған жерге, елге деген құрметі, асыл құндылықтарға деген шексіз махаббаты, ішкі сезім толқынысы, өлеңдерінде көркем бейнелі суреттер әрбір оқырманды өзіне тартатындығы сөзсіз. Сондықтан да ақынның өлеңдері әнге сұранып тұрады. Ол сөзінің айғағы ретінде Сұлтанның сөзіне жазылған ана туралы, әке туралы, туған жер туралы, бір өздерінің шабыт орталықтарында кемеңге айналған өлеңдерінің барлықтары да қазір жоғарғы үлкен сахналардан айтылып орындалып жүр. Адамның көңіліне бір қуаныш сыйлайды. Енді жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деген демекші, Сұлтан сенің бүгінгі шығармашылық кешіңе сәттілік тілеймін. Шығармашылық биіктерден көріне бер, жыр жауһарларының ғұмыры ұзақ болсын деп тілек білдіремін. Жамбыл атындағы мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, өзіңіздің сынып жетекшіңіз Шолпан Балташқызы. Өзіңізге енді өзіңіз шәкірт санап, өзіңізге үлкен үміт артқан бүгінде міне поэзияңызға үлкен бір оқырман ретінде баға беріп отырған жайы бар. Енді өзіңіз ұстаздық жолды таңдаған екенсіз. Өткен мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Енді осы ұстаздық жолды таңдауға осындай алғыр ұстаздарыңыздың әсері бар шығар, Әрине бұл ұстаздың мектеп табалдырығынан бізге болашақ өмірімізге үлкен жол көрсетуі ол ешқашан ұмытылмайтын, әрқашан басымызды иіп жүретін үлкен еңбек. Әкеміз де бізді осы ұстаздық жолда болуға ақыл кеңесін берді. Болашаққа қызмет етуге тиіссіңдер деп. Біз енді отбасымызда менің әпкем, қарындасым үшеуміз де мұғалімбіз. Біреу биология пәнінің мұғалімі, әпкем, қарындасым тарих пәнінің мұғалімі. Біз сол қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп жатырмыз. Енді білуімше, енді сіз балалар әдебиетіне де қалам сілтеп жүрген қаламгерсіз. Енді осы мектепте жүргеннен болар, жалпы ұрпақ тәрбиесіне өзіңіздің үлесіңізді қосып жүргеннен болар, жалпы балалар әдебиетіне келу қашан ойыңызға келді? Біз балалармен қызмет етіп, солардың бойындағы бір жақсылықты көрген сайын бізге үлкен шабыт береді. Оларды жақсы өмірге, осы елдің ертеңіне деген сенімін нық ояту үшін өлеңдер жазып жүрген жайымыз бар. Енді бұл кітапта балаларға арналған өлеңдер кірген жоқ. Алла бұйырса, алдағы уақытта сол балаларға жазылған дүниелер бір кітап болып шығады. Сондықтан мынау өмірдің ең қызығы да, тәттісі де бала ғой. Отбасындағы балалардың өзінің жаңағы сүйікті қылығы сол өлеңдерді жазуға шабыт сыйлайды.
Ал мектептегі балалар болса болмаса, олардың әрбір сәті, әрбір мектепке келу, сабақта болуы, олардың сізбен бір деңгейде әңгімелесуінің өзі бізге қанат бітіреді. Солар кейін бір өлең көп туып жатады. Сөйтіп балалар әдебиетіне өзімнің үлесімді қосып жүрмін дейсіз ғой. Енді Алла ойымызға жақсы дүниені салып жатса, оны ертеңге біз қалдырып жатсақ, ол сол балалар үшін ғой бәрі. Тамаша. Енді Жанболат мырза, жаңа сөзіңіздің басыңызда өзіңіз ақынның өлеңдеріне баға бере кеттіңіз. Енді дос ретінде, студент шақтан келе жатырған жолдас ретінде, жалпы Сұлтан мырзаның азаматтығы жөнінде, досқа деген адалдығы жөнінде де айта кетсеңіз. Енді мен өзім Сұлтекеңді 25 жылдан білем. Бір факультетте оқыдық, бір мамандықта оқыдық. Рас, енді алғашқы кезде Сұлтекеңді біз қарапайым қатардағы студент ретінде білдік. Ақын ретінде білгеміз жоқ. Ол кезде ақын жөнінде бізде түсінікті аз өте. Өйткені мен өскен ауылда ақын болған емес. Содан кейін ақын дегенде бір қатарда жүретін, күнде қол алысып, көз көріп жүретін адам ретінде елестете алмадым мен өзім. Содан бір күні облыста «Ей ақындар, ортаңдан жол ашыңдар» деген облыстық мүшәйра өтіп, жаңағы Сұлтекең өзі «Қаралы бір күн» деген өлеңнің атауын айтты ғой. Сол өлеңін оқып, бас жүлдені жеңіп алды. Мен аң-таңмын. Бұны ақындығын Сұлтекеңнің өйткені бірінші рет көріп тұрған сәтім. Сол кезде білдім дейсіз ғой. Иә, сөйтсек, қатарда өзімізбен жүрген студенттердің арасында осы Сәттібай Жүнісов, Мақсат Ақанов, осы Сұлтан Дәулетхан деген секілді ақындар жүр екен. Содан бері міне біраз уақыт өтті, әріптес болдық, жақын араласып дос болып кеттік. Енді адам деген менің ойымша өзі жайдан жай достаспайды ғой. Достасу үшін бұл енді үлкен бір философиялық сұрақ негізі. Достықтың бір пікір ортақтығы болу керек, адамда көзқарас ортақтығы болу керек деген сияқты әртүрлі ой айтылып жатады. Бірақ соның арасында негізі мынау құндылық жайлы ортақтық неғұрлым көп болған сайын адамның арасындағы достықта соғұрлым берік болады деп ойлаймын өзім. Өйткені құндылық деген өзгеріп тұратын дүние. Мысалы, бір күн бір нәрсе сіз үшін құндылық болатын болса, ол біраз уақыттар өткеннен кейін ол құндылық ретінде қатардан шығып қалуы да мүмкін. Немесе бұрын құндылық санамаған дүниеңіз кемелдену барысында енді бір кездерде құндылық болуы мүмкін. Міне осы қазіргі кезде өзім дос тұтатын адамдардың арасында, оның бірі осы Сұлтекең болса, олардың бізде бір осы құндылық жайлы ортақ бір көзқарас, ортақ бір ұстаным бар ғой деп ойлаймын. Басқаша достық та болмайды, басқаша одақ та болмайды адамдардың арасында. Сол ұзағынан болса дейміз, енді алдағы уақыттарда да. Бәрекелді. Енді Сұлтан мырза, туған жер туралы да айта кетсек, енді туған топырақтың жалпы осы шығармашылыққа да үлкен бір әсері бар шығар. Әрине. Мен туған жер мынау Моңғолия Республикасының Баян өлгей дейді. Ол жақта қазақтар бай өлке атап кеткен. Үлкен шежірелі тарихы бар өңір. Айналасы қоршалған тау біздің жаңағы өскен жеріміз. Ортада ағып жатқан өзен. Енді мен ол жақтан 12 жасымда кеттім ғой. Енді кеткелі сол жаққа әлі табаны тиген жоқ. Ал бірақ сағыныш жыл сайын өтіп, бір көрсем деген ол жақтағы нағашыларымыз бар, әкелеріміз, туыстары бар. Атамыз сонда жатыр, арман бар. Оның бәрі сол өлең көп шығады. Ол қасиетті жерден нәр алғандықтан біздің бойымызға мынау Тал бесік деген бір өлең жазылды. Сол Қобдеженнің бойындағы талдан атамыз бесік жасап өзінің 3-ші ұлына. Ол бесікке қазіргі уақытта 40-тан астам сәби тербетілді. Соның бәрі бойымызға жаңа өлең көп дарып жатыр ғой, туған жерден. Бүтін бір әулет сол бесікте өсіп өндік дейсіз ғой. Иә, сол бесік туралы бүгін өлең де болады, ол бесік бүгін халыққа көрсетіледі. 57 жылдық тарихы бар. Тамаша, олай болса енді сіздерге үлкен алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды қиып біздің студиямызға
осы жаңа жыр кітабын таныстырып жатқандарыңызға, өлең оқып беріп жатқандарыңызға үлкен алғыс білдіреміз. Енді Жанболат ағамыз секілді жора жолдасыңыз көп болсын. Әмин. Енді қаламыңызға қуат, өміріңізге шуақ тілейміз. Бүгінгі шығармашылық кешіңіз ойдағыдай сәтімен өтсін деген Әмин, рахмет. Өздеріңізге де рахмет. Мынау жақсыға жаршы болып, жаңалықты халыққа ұсынып, осы Қарағандының руханиятына, мәдениетіне үлес қосып, таланттарды елге танып жатқан істеріңізге Алла берекесін берсін. Бәрекелді, үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, біз әсем әнге кезек береміз.